Қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім Болысбек. Бүгін сіздерге өте оңай жасалуы тез пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, тек араластыратын венчик болса болғаны. Жұмыртқа мен қантты венчиктің көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Қанты ерігенше. Кейіннен сүтті, сұйық майды құйып жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ заттарды салатын боламыз. Қопсытқышпен ұнды бірге араластырамыз. Кейіннен електен өткізіп боламыз. Енді ұнды венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмауы керек. Ешқандай да қою емес, сұйық емес, орташа болып шықты. Енді қызып тұрған пеште мен 200 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Менің пешім жай жанатын болғандықтан. Ал ендеше сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай, жасалуы да тез, көп затты қажет етпейді, өте қолжетімді заттар ғана кетеді. Егер де сізге видео ұнаса, лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыз, және менің арнама тіркелуді де ұмытпаңыз. Маған бұл рецепттің ұнағаны, жасалуы өте оңай және қарапайым, яғни қолжетімді заттарды қажет етеді, және бір жасағаннан ақ әдемі шығады.